Ол өзіне қол жұмсамас бұрын 7 бейтаныс адамның өмірін сақтап қаламын деп өзіне 7 жоспар құрды. Ал Томпсон осыдан бұрын ғана көлігі, зәулім үйі және ғарыш агенттігінде жұмысы бар табысты адам болған. Бірақ мұның бәрі телефонына басын төмен түсірген сәтте құртылды. Томпсон келе жатқан көлікті айналып өтті. Бірақ келе жатқан жүк көлігінен өте алмады. Жол апатынан оның сүйікті қалыңдығын қосқанда барлығы 7 адам қаза тапты. Томпсон жауапты емес деп танылса да, ол өзін кешіре алмады. Естеліктер қорқынышты түс сияқты. Томпсонға нағыз өлу керегі ол екенін әр сәт есіне салады. Бірақ өз-өзіне қол жұмсамас бұрын, жазығын өтеу үшін өзінің 7 фунт етін 7 бейтаныс адамның өмірін құтқаруға беремін деп шешті. Бірақ кез келген адамға көмектесе бермейді. Қиындыққа тап болса да, сүйіспеншілікпен өмір сүретін мейірімді жан болуы керек. Томпсон дәрігер достарынан скринингке көмектесуін сұрады және ақыры құтқарушы тізімін алды. Тізімдегі біріншісі оператор соқыр жігіт болды. Томпсон оның мінезін сынау үшін қоңырау қосылған бойда өнімінің мәселелерін әдейі айта бастады. Содан кейін оны қорлау үшін барынша балағаттады. Are you blind? Excuse me? You're kidding me. A blind beef salesman who doesn't eat meat. Now that is rich. Бірақ ол ашуланбай, сонымен қоса Томпсонның мәселесін шешуге тырысты. Томпсон оның дене кемшіліктеріне жалғасты сөз тигізе бастады. Do you even know what color the ocean is? Do you? It's blue, sir. It's blue, sir. Say what you want to say. React. Say what you want to say to me. Thank you for calling Cheyenne Meats. That's not what you want to say, you coward. You coward. You blind vegan beef salesman virgin Bye, coward. Mr. Say what you Combs. want to say. Телефонды қойғаннан кейін ол одан әрі шыдай алмады. Ол мейірімді адамға тіл тигізбеу керек еді. Бірақ егер оған қарсы сөйлесе, мүмкін ол бұл жоспарды тоқтата алады. Кенет Томпсонның басына бірдеңе келгендей, Ken Anderson, Nicole Anderson, Allie Anderson, Ed Rice, Stephen Phillips, Monica Freeman, Sarah Jensen. ол дірілдеп көлік апатына ұшырағандардың атын атап айқайлады. Бұл өзін артқа шегінбеуге мәжбүрлеу еді. Ол соқыр адамды бірнеше күн бақылауға шешім қабылдады. Ол әр демалысында алаңға шығып, пианинода ойнайды. Фортепианоның әуезді үні үмітке толы. Азаптан өртенген Томпсонның жүрегін тыныштандыратындай. Оның ұнататын қызына мұқият зейін салып тұрғанын көрген Томпсон онымен сөйлесуге барды. You gonna ask her out? No. You never know. Oh. I don't think she sees me. Оның жауабы аянышты, әрі шарасызға толы. Жарқыраған әлемде туылған көптеген қалыпты адамдар өздерімен бетпе-бет келуге батылы жетпейді. Бірақ ол өз кемшіліктерімен тіке қарап күресе алады. Томпсон оны көмекке лайық адам деп шешті. Онымен қоштасқан ол көлікпен қарттар үйіне жол тартты. Томпсон өзінің салық бюросының рұқсатын алып, деканның салықтарын тексеретіндей кейіп танытты. Декан да тізімдегінің бірі. Оның үлкен көлемде салық берешегі бар екен. Ол Томпсоннан мерзімін кешіктіруді өтінді. Өйткені мұндағы қарттарға өз өмірін сақтау үшін ақша керек деді. Got your new Beamer out front? Декан үнсіз қалды. Томпсонның жүрегі мазасызданып, мүмкін оған сүйек кемігін беру жақсы шешім емес шығар деп ойлады. Кетер алдында Томпсон дәрі қабылдаудан бас тартқан қартқа барды. Ол кемпірден деканның шынайы бет бейнесін білгісі келді. I'm trying to figure out what kind of man Stuart Goodman is. It is within my power to drastically change his circumstances. I need you to tell me whether or not he is a good person. Томпсонның сөзін тыңдаған кемпір оның бетіне қадала қарады да, ол дірілдеп дәптерін алып, деканның бірнеше қылмысын жазғанда, Томпсонның жүзіндегі күлкі бірте-бірте жоғалып кетті. Punishing you? How is he punishing you? How is he punishing you, Inez? Қарттар үйінен шыққаннан кейін Томпсон шайбалы хоккей алаңына келді. Бұл жаттықтырушы көп жылдар бойы уремемен ауырды. Бірақ ол жұмысын адал істеп, тіпті зейнетақысын көптеген кедей студенттерді асырауға жұмсаған. Томпсон бүйрегін оған сеніп тапсыруға тұрарлық екенін сезді. Бірақ бапкер оның әрекетіне таң қалды. Why me? Because you are a good man. Құтқару жоспарын жақсырақ аяқтау үшін Томпсон өзінің теңізге арналған вилласынан шығып, хотелге барды және сол жерде Фиранекс флекери медузасын өсірді. Өйткені әкесі бір кездері оған олардың ең әдемі әрі ең уытты жаратылыс екенін айтқан. Келесі күні Томпсон көмек агенттігінде жұмыс істейтін досын тапты. Ол өткен айда Томпсонның бауырын ауыстырған еді. I need a favor. Whatever you need, just
ask me? I need a name. Someone in the system, someone having a really hard time, that needs help, but maybe too proud to ask for a handout. Ол тез арада лайықты адам тапты. Ол көптен бері тұрмыстық зомбылықтан зардап шеккен әйел, жақында күйеуі тағы да 3 қабырғасын сындырған. Алайда 6 жасқа толмаған 2 баласы үшін әйел үнсіз ғана шыдады. Томпсон оның қиыншылықтан құтылуына көмектесетінін айтты. Бірақ кенеттен жасалған мейірімділік әйелді үрейлендірді. Ол бейтаныс адамға оңай сенуге батылы бармады, және жігітінің кек алуынан одан да қатты қорықты. Томпсонды итеріп есіктен шығарып жіберді. Томпсон кетер алдында бірдеңе болса хабарласуға болатынын айтып, визиткасын қалдырды. Сол түні күтпеген жерден қоңырау шалды. Томпсон оның жалғыз өмірлік арқауы болды. Ол Кониге хат пен мекен-жай берді. Томпсонның қолдауымен ол соңғы қадамды жасап, жағалау сызығымен солтүстікке қарай кетті. Жолдың соңында олар жаңа өмірді бастайтын теңіз көрінісі бар әдемі вилла күтіп тұр. You sign your name on the dotted line of the contract. You'll own my house outright. I only ask that you never mention how you got the house or try to contact me for any reason. And if you're wondering why you, please stop. Батып бара жатқан күн астында оның жүрегі керемет жаңа өмір мен қуанышқа толы болды. Канимен қоштасқаннан кейін Томпсон сүйек кемігінің басқа донорын тапты. Ол лейкозбен ауыратын қара бала. Химиотерапияның кесірінен басында шаш қалмаған. Сүйек кемігін сәйкестендіру сәтті аяқтағаннан кейін Томпсон сөйлесуге бармады. Ол баланың өзін кінәлі сезінуін қаламады. Кемікті алу операциясы қарапайым болғанымен, Томпсон анестезияны қолданбауды таңдады. Өйткені басқа органдар донор болады. Операция үстеліне үнсіз жатып, ауырғанына шыдап, сүйек кемігін алғызды да, оңаша қалып, қонақ үйге қайтады. Томпсонның денесі шегіне жетті. Ол ең жақын досын тауып, барлық жоспарларын айтып берді. Томпсон оның донорлық органдары қайтыс болғаннан кейін науқастарға дер кезінде жіберілуіне көмектесетініне үміттенеді. Мұны естіген досы құлап қала жаздады. Ол Томпсоннан айырылғысы келмейді. Okay? This is not something you do every day. Okay? This is not easy for me. Ол адам төзгісіз қайғыға батқанымен, ақыры Томпсонның таңдауын құрметтеуге шешім қабылдады. Өйткені ол Томпсонның бұл әлемде қалса, одан да көп азап шегуі мүмкін екенін біледі. Енді тек жүрекпен беретін лайықты адам табылмады. Туа біткен жүрек ақауы бар бұл әйел тізімде соңғы орында тұр. Ауруды емдеу үшін Эмили банкротқа ұшырап, тіпті үкіметке 100 мыңдаған салықтар берешек болған. Бәрі оны тастап кетті. Томпсон тағы да Эмилиді салық бюросының құжатын алып аурухананың асханасында тапты. Бірақ ол Томпсонды қарыздарын жинау үшін келді деп ойлаған, қарызды өтей алмайтынын айтты. Екеуінің алғашқы кездесуі осындай сәтсіз аяқталды. Келесі күні Томпсон үйіне келді, ал Эмили итпен серуендеуге шыққан. Сондықтан ол итті серуендету жұмысын өз қолына алды. Эмили оның епсіз әрекетіне қарап күлді. Осы кездесу арқылы аралары жақындады. Томпсон мұнда қарызды алу үшін емес, оған көмектесу үшін келген сияқты. Why do I get the feeling you're doing me a really big favor right now? Because I get the feeling that you really deserve it. All right. Томпсон кеткеннен кейін Эмили терезеден оның кетіп бара жатқан бейнесіне қарап, жүрегінде бір түрлі сезім орын алды. Бірақ көп ұзамай күтпеген жағдай болды. Келесі күні итін көшеде серуендетіп жүрген Эмили кенет бас айналып, бірнеше қадам басты да ақыры жерге құлап түсті. Қараңғы палата Эмилидің өлімге деген қорқынышын оятты. Оның ойына бірінші Томпсон келді. Эмили көзіне жас алып, Томпсонның оған бір ертегі айтып беруін сұрайды. Томпсонның ертегісі қызықсыз болса да, ол аурухана төсегінде жатып өзін еркін сезінеді. Екі жалғыз жан баяу бір-біріне жақындай түсті. Томпсон ауруханаға келгенше Эмили ұйықтап қалған. Эмилидің ұйықтап жатқан жүзі қараңғы түнді жарық етті. Дәрігер келіп жаман хабар айтты. Эмилидің жүрегі нашарлап барады. Бір ай ғана уақыты қалды. Дәрігер кетер алдында оған пейджер берді. Пейджердегі қызыл шам жанса, жүрекке донор табылды деген сөз. Бірақ сәйкес, жүректі тапқан оңай емес. Эмили одан әрі эмоциясын баса алмады. Ақырында Эмили ауруханадан шығуды жөн көрді. Ауруханада өлімнің келуін күтудің орнына, қалған уақытын белсенді түрде өткізген дұрыс деп шешті. Келесі уақыт ішінде Томпсон мен Эмили ажырамас дерлік болды. Олар бірге аулада шөп шабады. Эмили оны өз студиясына апарды.
Ол тіпті Эмилиге өзінің сүйікті ретро баспа машинасын түнделетіп жөндеп берді. Олар алтын түсті төбеде итпен бірге серуендеп, шөпте отырып бір-бірімен ой бөлісті. Томсон оның неге сонша үлкен иті бар екеніне қызық болды. Эмили Томсонға итінің жүрегі кемістікпен туылғанын, және оның өмір сүру ұзақтығы бар болғаны 7 жыл ғана екенін айтты. Аулада бірге кешкі ас ішіп, шырақ астында екі жүрек ақырын жақындады. Томсон кенет Эмилиге бергісі келген сыйлығын есіне түсірді. Ол көлікке келіп еді. Кенеттен ағасы шыға келді. Себебі Томсон құтқару жоспары үшін ағасының салық бюросының жұмыс куәлігін ұрлап алып кеткен. Мемлекеттік шенеуніктің атын жамылу бұл ауыр қылмыс. Ол Томсонның өзін-өзі құртқанын қаламайды. Томсон куәлікті ағасына қайтарып берді. Қайтып келгеннен кейін Томсон Эмилиге бәрін мойындағысы келді. Бірақ Эмили оның мойнын құшақтап, терең сүйді. Томсонның жансыз жаны оянып, екі жаралы жүрек жазылғандай болды. Эмили ұйықтап жатқанда Томсон үнсіз кетіп қалды. Ол жаңбырда тоқтамай жүгірді. Эмилидің сыртқы келбеті қараңғылықтағы жарық сияқты болды. Оған болашаққа жаңа үміт, тіпті өзіне қол жұмсау идеясын тоқтатты. Ол Эмилидің дәрігерін тауып, Эмилидің донорсыз өмір сүру ықтималдығы қандай екенін білгісі келді. 3? 5%? I know. I'm sorry. I wish the numbers were higher. Thank you. Дәрігер оған шарасыз жауап берді. Тағдыр соншалықты абсурд және аяусыз. Ол тек өлім арқылы ғана оған соңғы бақыт сыйлаған Эмилиді құтқарып, қателіктерін өтей алады. Жаңбырда достарына телефон соғып, соңғы шешімін қабылдады. It's time. I love you. Оралған Томсон бар күшін жоғалтқандай болды. Соқыр Ислаға телефон соғып, бұрынғы дөрекі сөздері үшін кешірім сұрады. Ол қайтыс болғаннан кейін дәрігерлер оның ағзаларын уақытында алып тастау үшін Томсон жедел жәрдем орталығына қоңырау шалды. What's the emergency? There's been a suicide. Who's the victim? I am. Сосын мұз кесектері салынған дорбаны ашып, ваннаға құйып, абайлап отырды. Томсонның тынысы тарылып, алда келе жатқан өлім алдында ол қатты қорықты. Бірақ біраз уақыттан кейін ол бұдан былай тартынбады. Томсон шелекті көтеріп, ішіндегі улы медузаны тікелей ваннаға құйып жіберді. Ваннаның қасында құтқарушыларға ваннадағы медузадан сақ болуды ескертетін жазба қалдырылған. Бірнеше секундтан кейін Томсон жанталаса күресе бастады. Ол айналасындағы шымылдықты жұлып алды. Токсин тараған кезде оның санасында көлік апаты болған жер жарқ етті. Дәрігер есікті бұзып кірген сәтте ол өмірден озды. Томсонның мүшелері де мұзды сумен толығымен сақталған. Күн қайтадан көтерілген кезде Эмили жердегі қызыл шам жанып тұрғанына таң қалды. Бұл біреу оған жүрек сыйлағанын білдіреді. Ол жақсы жаңалықты Томсонмен бөліскісі келді. Бірақ Эмили донор оның аңсаған ғашығы екенін және жанында жатқанын елестете алмады. Томсонның жүрегі шығарылып, электрокардиограмма қайтадан соға бастады. Томсон махаббат атымен Эмилидің жүрегінде мәңгі өмір сүреді. 3 айдан кейін ғана ағасы өміріне қайта оралған Эмилиді көріп, бәрін айтып берді. Томсон көзін өмірді жақсы көретін соқыр сатушыға, өкпе ісігінің орта сатысында жатқан ағасына өкпесін, көмек агенттігінің қызметкеріне бауырын, үйін қорлық көрген әйелге және сүйек кемігін қара балаға, бір бүйрегін хоккей бапкеріне берді. Донорлық тізімдегі есімдерге қарап, Эмилидің жүрегі кенет ауырды. Ол баяу жерге еңкейді. Ауырсыны бүкіл денесіне тарады. Бірақ ана жүрек оны жұбатып тұрғандай. Көп замай Эмили көзі ашылған Исланы бір іс-шарада көрді. Олар ешқашан кездеспегенімен Эмили тура Ислаға қарай жүрді. Эмили Томсонмен алғаш танысқан кездегідей бұл көздерге қадала қарады. Әлемді жарату үшін Құдай 7 күн істетті, бірақ ол 7 адамның өмірін алу үшін 7 секундты жұмсады. Сондықтан фильм 7 фунт деп аталады. Томсонның мойнына 7 күні жүктелді, бірақ ол ешқашан қашпады. 7 фунт ол берген мүшелердің жалпы салмағы болуы мүмкін. Сонымен қатар бұл оның мәңгі өшпес рухының салмағы.